егер сапарға шығатын болсаңыз, сіз сапарда үнемі ниетіңіз сол сапарыңызда бір жақсы сауап, амал жасау ниетіңізде болу керек екен. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бізге үйреткен сапар дұғаларының бірінде мынандай сөздер келеді. Аллахумма инна нас'алука фи сафарина хада ал-бирра ват-тақва. Аллахым, біз осы сапарымызда сенен жақсылық пен тақуалықты сұраймыз дейді. Қараңыз, біздің ниетімізде, жүрегімізде сапарға шыққан кезде тек қана не болу керек? Жақсылық және тақуалық. Өйткені сапарда адамға әртүрлі келеңсіз жағдайлар жолығады. Осы кезде осы дұға өте маңызды екен. Ары қарай не деп айтады дұғада? Ва минал амали ма тарда дейді. Қараңыз, және өзің разы болатын амалды жасауды нәсіп ет. Сондықтан сапарға шығып жатсаңыз, әсіресе адамдар қолында сапарға шыққан кезде бос уақыт көп болады. Зікірмен айналсыңыз, құран оқыңыз, немесе бір уағыз тыңдаңыз, және де одан да басқа жақсы амалдарды ниет етіп шығыңыз сапарға, иншалла.